16-17 ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті. Қазақ халқының тарихы мен мәдениетін көрсетуде жыраулық поэзияның, батырлық тарихи эпостардың, билер мен шешендердің шығармашылықтарының алатын орны ерекше. Қазақ халқының қалыптасуы, көшпелі және отырықшы өмірдің дамуы, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, қосалқы шаруалардың бір-бірімен үйлесімді дамуы халық ауыз әдебиетінің озық үлгілерінен көрініс тапты. 15-17 ғасырлардағы қазақ халқының рухани өмірінің дамып өркендеуі сол дәуірдегі Шалкиіз, Доспамбет, Жиембет жыраулар шығармаларынан анық көрінді. Қазтуған жырау өз жырларына ерлікті жырға қосып, дала тайпаларының қазақ хандарының қол астына бірігуі үшін күресті. Доспамбеттің толғаулары батырлық пен қаһармандықты дәріптеді. Шалкиіз Тіленшіұлының поэзиясы отаншылдық тақырыпқа құрылған терең философиялық мәнімен ерекшеленді. Жыраулық дәстүрді Жиембет жалғастырды. Ол еңсеге бойлы ер есім эпостық жырының авторы ғана емес, қол бастаған батыр да болды. Есім хан тұсында ойраттарға қарсы соғыстарға қатысты. Ерлік дастандары көне замандардан бастау алған ауыз әдебиетінің ерекше жанры болып табылады. Батырлар жырында батырлықпен қатар тарихи оқиғалар, соғыс ұрыстары көрсетіледі. Қобыланды батыр эпосы қыпшақтар мен ирандықтардың арасындағы соғыстарға байланысты туындады. Ер тарғын жыры Қырым хандығындағы өзара тартыстарға байланысты туған. Қозы көрпеш баян сұлу, қыз жібек, Айман шолпан лироэпикалық поэмаларда халықтың өмірі мен салт дәстүрі жан-жақты сипатталған шынайы халықтық шығармалар болып табылады. Батырлардың ерлігі, олардың елге сіңірен еңбегі тек эпостық жырларда ғана емес, аңыз әңгімелерде, ертегілерде көрініс тапты. Адамзат ертегілер желісін қалыптастыруда ежелгі аңыздарды жетілдіріп, қиялдағы ойларын қосқан. Солардың бірі Алпамыс батырдың кейпінде көрініс тапқан. Ер төстік, Құламерген, Қамбар батырда батырлық өнермен қатар, аңшылық, мергендік дәріптелген. Аңыздар халық ауыз әдебиетінің ең көне үлгілерінің бірі. Қазақ аңыздарының түп тамыры Сақ, Үйсін, ғұн дәуірлеріне жатады. Тайпалардың, рулардың қалыптасуы туралы аңыздар тарихи оқиғалармен байланысты дамыған. Күй, домбыра, қобыз, сыбызғы сияқты музыкалық аспаптармен орындалатын ұлттық өнер түрі. Халық өзінің өмір жолын, қуанышын, мұң-шерін, сезімін күй арқылы да жеткізді. Күй атасы Қорқыт тұрмыс-тіршіліктен алған әсерін қобызға салып, күймен жеткізген. Кетбұға күйші ел аузында тараған аңыз бойынша Жошының өлімін Шыңғыс ханға күймен жеткізген. Ақсақ Құлан Жошы хан күйі осылай туған екен. Ауыз әдебиетінің бай қазынасын халықтың талантты өкілдері ақын, жырау, суырып салма жыршылар ұрпақтан ұрпаққа жеткізді. Суырып салма қабілеті бар, табан астында өлең шығаратын адамды ақын атаған. Ақындар сонымен бірге ауыз әдебиеті үлгілерін жеткізушілер саналды. Ел арасында нақыл сөз үлгісіндегі лирикалық өлең түрі терме кең таралды.